Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында тандыр нан дайындайтын боламыз. Бұл нанды біз қазанда пісіреміз. Қазан нанның дәмі ерекше дәмді болады және жұмсақтығын ұзақ сақтайды. Пеште пісетін нан керісінше кішкене құрғақтау болады тандыр нанға қарағанда. Одан бөлек тандыр нан өте жылдам дайын болады. Сонымен қазан нанымызды жасауды бастаймыз. Бізге қажет заттар ұн, су, дрожж, тұз және сұйық май қажет болады. Алдымен ыдысымызға суымызды құйып аламыз, сосын үстіне тұз қосып, кішкене араластырамыз. Тұзымыз еріп, біркелкі араласқанға дейін. Жай ғана осылай қолымызбен араластырып аламыз. Сосын сұйық майымызды құямыз. Және де дрожжымызды салып, тағы да араластырамыз. Суымыз біздің жылы болу керек, қатты ыстық болып кетпеу керек және қатты салқын болмау керек. Барлық қажет заттардың мөлшерін төменде описанияда жазып қоямын. Ал енді ұнымызды қосып, қамыр илейтін боламыз. Ұнды кішкене бөлікке бөліп алып, сосын саламыз. Себебі қамырымыз қатты болып кетпеу керек және қатты жұмсақ болып кетпеу керек. Орташа тығыздықта қамыр илейтін боламыз. Қамырдың құрамындағы сұйық май бұл нанның жұмсақтығын ұзаққа дейін сақтауға көмектеседі. Өте нәзік, жұмсақ болып шығады сұйық майды қосқаннан кейін. Ал егер сары майды сұйық майдың орнына қолданса, қамырымыз, нанымыз кішкене үгітілмелі болып шығады, бірақ дәл осы қамыр сияқты жұмсақ болады. Міне қамырымызды осылай илеп аламыз. Қамырдың тығыздығы орташа тығыздықта болу керек. Қатты емес және жұмсақ емес болу керек, орташа болу керек. Илеп болған соң бетін пищевой пленкамен жауып, 1 сағат, 1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Сосын менде мұнда кішкене ұн қалып кетті. Бұл қамырдың иленуіне байланысты болады. Ол қамырдың жұмсақ немесе қаттылығына байланысты. Нанымыздың қамыры дайын болды. Міне өте жақсы көтеріліп шыққан. Енді осы қамырымызды ыдыстан алып, бөліктерге бөліп алатын боламыз. Нанымызды жасайтын орынға кішкене ұн сеуіп, қамырымызды түсіріп аламыз. Қамырды мен мұнда 3 бөлікке бөлдім, қазанның қақпағына қарай бөлдім. Ал сіздер өздеріңіз қалауларыңызға қарай 2-ге немесе кішкене қылып 4 бөлікке бөліп қойсаңыздар болады. Илеп болған соң қамырымызды 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Ал енді қамырымызды жасайтын боламыз. Қамырды нанның формасына қарай жайып, бетін жауып қойып қоятын боламыз. Барлық қамырды осылай жайып дайындап аламыз. Қазанды қыздырған кезде өте жылдам тез қызып шығады, сондықтан нандарымызды дайындап қоямыз. Сосын жылдам пісіріп алатын боламыз нандарымызды. Жасап қойған нандарымызды беті құрғап қалмау үшін жауып қоямыз. Енді қазанымызды отқа қойып, алдымен кішкене қыздырып аламыз. Орташа отта қыздырып алған соң қазанымыздың түбіне тұз сеуіп қоямыз. Қазанымыз сонда түбі қарайып кетпейтін болады пісу барысында. Ал қақпағымызды қатты қыздырудың қажеті жоқ. Өте қатты қызып кеткен жағдайда қақпағымыз тез қарайып кететін болады. Тұзды көп себудің қажеті жоқ, біраз қасық болса болды. Қақпағымыз қызып, дайын болып қалды. Енді нанымызды жасап алатын боламыз. Нанның бетін кішкене сулап жібереміз, су жағып бетін. Сонда қақпаққа өте жақсы жабысатын болады. Нанды қақпаққа орналастыру барысында жылдамырақ әрекет жасау керек. Сонда қақпағымыз суымай жатып, нанды орналастырған жағдайда өте жақсы жабысатын болады қамыр. Сонда нанымыз пісу барысында түсіп қалмайтын болады. Нанды орналастырған соң
кішкене үстінен басып жібереміз, толықтай жабысқанына көз жеткізу үшін. Сосын үстіне жұмыртқа жағып, бетіне күнжіт, мак себетін боламыз. Ал сіздерде күнжіт болмаса, жай ғана осылай жұмыртқаны жағып, пісіріп алсаңыздар да болады. Соның өзінде өте әдемі болып шығады, қып-қызыл болып пісіп шығатын болады нанымыз. Нанымызды жасап алған соң енді пісіреміз. Не қараңыздар, нан өте жақсы жабысып тұр, ешқандай түсіп қалмайды. Және мен мұнда қақпақты сәл ұзақ ұстап қалдым, сондықтан кішкене қарайып қалған. Сол үшін алдымен барлық заттарымызды дайындап аламыз және қазан қақпағы қызу барысында мұқият басында қарап тұрамыз. Екінші нанымыз да пісіп дайын болып қалды. Көріп тұрғандарыңыздай өте жақсы қып-қызыл болып пісіп шыққан. 10-15 минутта дәл осылай дайын болып шығады нанымыз. Сап көріңіздер, сіздерде ешқандай қиындығы жоқ, осылай керемет болып шығады және тандыр нан сияқты дәмі өте керемет. Былайша айтқанда кішкене влажнылау болады пештегі нанға қарағанда. Және осылай шетінен пышақпен ажыратып, нанымызды түсіріп алатын боламыз. Одан соң қақпағымызды қыздырып, келесі нанды пісіретін боламыз. Негізінде нанды қысып тұрған қақпаққа орнатқан кезде нанымыз жабыспайтын болады. Түбі жабысып қалмайтын болады және оңай алынатын болады. Келесі нанды пісіру үшін қақпақты жуып, қайтадан қыздырудың қажеті жоқ. Нанды алып болған соң қақпақты отқа қойып, кішкене қыздырып алып, бірден екінші нанды пісіре беруге болады. Бетіне жұмыртқаны жағып және күнжітті сеуіп, нанымызды пісіріп аламыз. Қазанда нан дәл осылай қызарып пісетін болады. Түбі ешқандай қарайып кетпейді. Және ең маңызды бөлік, қазаннанда нанның түбі қызарып шықпайды. Көбісі мұны айта бермейді. Нан пісу барысында қақпақ жабылып тұрғандықтан, қақпаққа ешқандай ыстық келмегендіктен түбі піспейтін болады. Сондықтан мен нанды қазанда пісіріп алған соң, кәдімгі пеште, тоқ пешінде тек қана астын қосып қойып, 5 минутқа пісіріп аламын, қызартып аламын. Сонда нанымыз толықтай пісіп шығатын болады. Ал егер нанды табада пісіретін болсаңыздар, жай ғана сол қақпақты табаның үстіне қойып қойсаңыздар, асты дәл осылай қызарып шығатын болады. Не көріп тұрғандарыңыздай, нанның барлығының асты қып-қызыл болып шыққан. Өте жұмсақ және дәмді болып шығады. Қазан нанды жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуанта беріңіздер. Видеоны толық қараған болсаңыздар, осы видеом сіздерге ұнаса және пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.